сабағымыз ерекше сабақ. Көптеген қонақтар келеді, сондықтан ең бірінші бәріміз тізбек құрып қол ұстасамыз. Бөліңіз. Араласамыз, молекулалар менен атомдар қалай қолдарымызды ұстаймыз. Ұстап тұрамыз міндетті түрде. Өйткені өткен жолы видео сабақта тізбек құрдық қой. Егер мынау ажыратылып қалатын болса, онда біздің шамымыз жанушы еді. Жоқ, сондықтан да ажыратпау керек. Сұлу ұстайсың, сендер тізбек ажыратылып тұр. Ұста қолынан, ұстай қой. Балалар, сіздер білесіздер, бірлік, ынтымақтастық, еңбекқорлық, бұның бәрі бізге аса қажетті құндылықтарымыз ғой. Солай ма? Солай. Тамаша онда. Қазір ұстап тұрамыз. Менің қасыма келіп, мына секілді қорды шағып, қолдарыңызды қасымдап келіп, ала бер. Бүгінгі бір нәрсе аламыз. Қызылдар бір топқа отырасыңдар, жасыл өткізгіш алғандар бір топқа, жылдам. Қолды қарамаймыз. Қолымызды тығамыз, қарамаймыз, жылдамдатамыз, уақыт өтіп бара жатыр. Көзімізді жұмып аламыз. Бірен салса көзімізді жұмып аламыз. Жылдамдатайық. Так, ал жақсы, қызыл топта тоқ күші болсын, жасыл, кернеу, кедергі, көп болсын кедергі болсыңдар, сары онда, заряд, сары заряд, жылдам отырамыз. Мен 1-2-3 деп санаймын. 1, 2, 3. Қолымызды аламыз. Яғни мен қатса бізде журналист топқа есептейді. Бүгін бізде мектебімізде тамаша күн бер қараймыз, мен тыңдаймыз. Физика, математика, информатика апталығы басталды. Құтты болсын, болашақ физик, математик, информатиктер, инженер, механик, техниктер сендердің орталарында отыр деп есептейміз. Міне мынау біздің тізбегіміз, егер біреу ажыратылып қалса, онда біздің шамымыз жанбай қалар еді. Бірақ сендердің сыныпта өте бірліктің бар екендігінен қазір сендердің шамдарында жанатын болады. Өткен сабаққа шолу жасап жіберейік. Міне шартты белгілер, мынау ненің шартты белгісі? Амперметр нені өлшейді? Тоқ күшін, тамаша. Мынау вольтметр нені өлшейді? Кернеуді өлшейді. Барлық топтар жұмыс істейміз. Мынау ненің шартты белгісі? Келесі дұрыс, мынау келесі тоқ көзі дейміз, бір сөзбен. Гальвани элементі немесе тоқ көзі түгеліміз 4-ші топ қатысып отырамыз. Мынандай болатын болса, ол жай өткізгіш. Ендер әрине аязға байланысты. Қолмен ұстап, ол құралды көрген жоқпыз, бүгін жасаймыз. Біздің интернетімізге байланысты, міне мынау қандай құрал? Вольтметр, Б деген жазылып тұр, арқалата кеттік. Дайын отырамыз, жарты тоқ, ескерт. Тоқ күшінің белгіленуі ай деп айтты, ай, білеміз, ай, дұрыс. Бұл өзі шығады. Тоқ күшін өлшейтін құрал, бірінші топ. Кішкене тосап тұрыңдар сендер, басқаларды ойлансын. Келесі. Тоқ күшінің өлшем бірлігі? Ампер. Кім вольт деді, еске сақтайсыңдар, ол қандай екенін,
Кернеуді өлшейтін құрал вольтметр. Кернеуді өлшейтін құрал вольтметр. Амперметр тізбекке қалай жалғанады? Өткен жол сабақта есте сақтаңдар, тізбекте жалғанады. Қазір жалғап көресіңдер өздерің соны. Вольтметр қалай жалғанады? Осыны есте сақтаңдар, қазір параллель жалғайсыңдар. Қандай элемент көрсетілген? Тамаша. Бұл жылжымайды екен, өзі шығып отырады екен. Кілтті қазір қолданасыңдар. Өткізгіш арқылы 5 минут ішінде 300 кулон заряд өтті. Ток күші неше кетең? 60. Заряд ал 60. Қате. Сендер, наверное, қабышын айландырған жоқсыңдар. Сен қалды, я бір шығады яғында. Кернеуді өлшем қойды? Вольт. Я. Оны еске сақтадық, тамаша. Суретте көрсетілген элементтерді табыңыздар. Көріне ма сурет? Қайсысы? Шам, кілт. Жақсы. Тамаша, рахмет. Ойыңызда қалды ғой. Өткен жолы онлайн болса да сендердің ойларыңда жақсы қалыпты. Тамаша, жарайсыңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балалар тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Бұл бүкіл әлемде таратылған ең мықты неміс ғалымы Георг Омның шығарған заңы. Георг Ом мектепте физика математика мұғалімі болып қызмет істеп жүріп, жаңағы өздері танысқан ток күші менен кернеудің бір-біріне байланысын, тәуелділігін зерттеп, олар қалай тәуелді екеніне байланысты заң шығарған екен. Оқу мақсатымыз тізбек бөлігіне арналған Ом заңын есеп шығарғанда қалай қолдану керек, соны үйренеміз. Және кедергі деген физикалық шамаменен танысасыңдар, кедергінің физикалық мағынасын ашамыз. Дәптерге жазыңдар, тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Құрметті оқушылар, мен Георгий Симон Ом, неміс физигі. Сабақ барысында формулалармен танысып, тәжірибелік есептер шығарамыз. Белсенді қатысыңыздар. Сабақтарыңыз сәтті өтсін. Сіздерге сәттілік тілеп жатыр. Бүгінгі сабағымызда Георг Ом да қатысып отыр. Сабағына? Мен айттым, ток күші менен кернеу арасындағы тәуелділікті зерттесе, ток күші дегеніміз не? Кім айтар? Ток күші, анықтамасы, формуласы. Жылдан бәріміз жұмыс істейміз. Ток күші қандай әріппен белгіленеді? Жаңа да қайталадық қой? Айта қойын. Міне өткізгіш, я? Осы өткізгіштен қараңдар, сым, кез келген. Белгілі бір уақытта қанша заряд өтеді, соны көрсетеді. Формуласы қалай? Жақсы, тамаша. Анкарада Ом заңының қағидасы бойынша ережесі былай жазылады. Тізбек бөлігіндегі ток кернеуге тура пропорционал. Балалар, назар аударамыз формулаға. I тең болады, U бөлінген R. I ток күші кернеуге тура пропорционал жазып аламыз. Және кедергіге кері пропорционал. Тез-тез жылдам жазып аламыз ережесін, формуласын. Бұл ереже есте сақталу керек. I ток күші тең болады, U кернеу бөлінген R. Егер бөлімінде тұрса, онда кері пропорционал. Значит, R кедергіге кері пропорционал, алымындағы кернеуге тура пропорционал. Ол сөзді қалай түсінесіңдер? Кернеу көп болса, ток күші қандай болады? Тура пропорционал деген, егер кернеу көп болса, ток күші де көп болады. Тура ғой.
Ал кері пропорционал деген, егер кедергі көп болса, тоқ күші аз болады. Тұқтыңдар ма? Нақты айтқан кезде мағынасы осылай. Мен сендерге айтатын бөлімінде тұрса, значит ол кері пропорционалдық. Жазбадық қой, үлгердік па? Жақсы, ары қарата. Енді ол формуладан, мына негізгі формуладан ерді табатын болсақ қалай болады екен? Ертең кернеу бөлу тоқ күші. Жаз қоямыз дәптерге. Кедергіні табу үшін кернеуді тоқ күшіне бөлеміз. Кедергіні есептеген кезде, есепте кедергі белгісіз болса, жылдам жазамыз. Ал егер кернеу белгісіз болса, тоқ күші көбейтеміз. Жылдам үш формуланы жазып аламыз, еске сақтаймыз. Міне кері пропорционалдық бұлай көрсетіледі. Бір бөлінген ертеп тұр. Омның құрметіне кедергінің өлшем бірлігі ом деп аталады. Сонда бір ом формулаға қоямыз. 1 вольт бөлінген 1 ампер. Түсінікті ғой? Жылдам жазып алсақ, еске сақтап отырамыз. Ары қарата, өткізгіштің тоқ жүруіне кедергі жасау қабілетін сипаттайтын шаманы не деп атайды? Кедергі деп атайды. Сонда бүгінгі өткен ер әрпімен белгіленетін ом дейтін өлшем бірлікпен өлшенетін ол кедергі ер. Сендер тоқ күшін білесіңдер, кернеуді білесіңдер, бүгін кедергіні өтіп отырмыз, иә? Ертең бұл бөлінген ай. Кедергінің физикалық мағынасын ашып көрейік. Кедергі дегеніміз тоққа қарсы. Мысалы, жаңа айттық, өткізгіштің бойыменен зарядтар жүреді, өткізгіш металдан жасалады, иә? Яғни, еркін электрондар реттелген қозғалысқа түсіп жүре бастайды ғой. Сол кезде олар иондармен әрекеттеседі, жолдарында бөгет пайда болады. Міне кедергі дегеніміз сол. Өзінің атына сәйкес болып тұр, иә? Кедергі. Тоқтың ағысына қарсылық жасайды. Материалдың қабілетіне байланысты екен. Мысалы, қандай материалдан өткізгіш тоқты жақсы өткізеді? Өмірде сендер білесіңдер ғой. Темір жақсы өткізеді, тағы да мыс. Міне ең жақсы өткізетін мыс. Медный провод алыңдар деп айтып жатады, иә, электриктер. Мыс жақсы өткізеді, алюминий өткізе ма? Бірақ та осы металдардың әрқайсының өткізу қабілеттері әртүрлі. Яғни сол қандай материалдан жасалғанына байланысты екен. Түсінікті, иә? Тізбек бөлігінің қарсылығы, яғни тізбек бөлігінің тоқтың ағысына қарсылық жасау қабілеті бар кедергі деп жаңа айтып жатырмыз. Кедергінің түрлері тұрақты кедергі болады, яғни ол тізбек бойында өзгермесе. Ат айтып тұр, тұрақты. Өзгермелі кедергі болады, яғни өзгертіп отыруға болады, уақыт өткен сайын. Терморезистор дейді. Термо деп отырғанымыз, термо деген сөздің не деген сөз ол? Жылу. Значит, терморезистор ол температураға байланысты өзгеріп отырады. Ал фоторезистор, фото деген не деген сөз? Фото, жарық деген сөз. Значит, ол жарыққа байланысты өзгеріп отыратын кедергінің түрлері. Міне телевизорларда, басқа құрылғыларда электр, міне мынандайларды көрсеңдер, бұл яғни бұның бәрі кедергі деген сөз, иә? Кедергінің өлшем бірлігімен таныстық, қалай? Ом. Омның құрметіне ом. Маңыздылығы артық тоқтан қорғайды, басқарады және сәйкес келуін қамтамасыз етеді тоқтың әрбір бөлігінің. Енді жылдам әрбір тоқтан жүгіріп барып, мына жерден тоқ күші қалай белгіленеді? Формуласы? Балансы өлшем бірлігі? Кернеу У, формуласы өтен ай көбейтілген, немесе жаңа тамаша айтып отырсын, жұмыс бөлінген заряд деп негізгі анықтама бойынша айтып отыр, бұрынғы формуласында есінде сақтап отыр, өлшем бірлігі вольт. Жақсы, кедергі формуласы ертең өлшем бірлігі жақсы. Онсағын қайда қолданады екенбіз? Есеп шығарған кезде, мына есепті ауызша шығарып жүрек. Егер кернеу 12 вольт болса, кедергі 4 ом болса, тоқ күші нешеге тең болады? Қалай шықты? Орнына қойды. Жақсы. Енді балдар алдарында эксперимент тапсырма тұр, иә, құралдар. Кішкене кітаптарын жинап қойыңдар, міне тақтадан мынаны оқысыңдар. 3 минут 4 минут уақыт келеді эксперимент тапсырмаға. Сендер 1 минутпен тыңдап алыңдар, балалар, бері қараймыз. Ең бірінші топта жұмыс істеу ережесін сақтап
сақтаймыз, иә? Бір-бірімізді тыңдаймыз, бір-бірімізді сыйлаймыз. Береке бірлік. Сосын кейін топ басшысы өздері тұрасында бақылау парағын толтырып отырады. Топ басшысы бағанағы аттарын жазып алады. Одан кейін міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Құралдармен жұмыс істегенде қауіпсіздік ережесін сақтайсыздар. Топ басшысын сайладыңдар ма? Жақсы. Кім сендерді топ басшысы? Қосылады, байқан, тоқ көзі қосылады, жылдамдатамыз. Сосын амперметр қосылады, иә? Вольтметр ең артына. Бұлдар жұмыс өлшем аласыңдар, сосын формулаға қойып кедергіні есептейсіңдер, жылдам. Бірінші шамнан басқанда дейін тоқ көзінен басқанда. Жалғастырамыз, жылдам жасаймыз, иә? Тоқ көзінен кейін қайда кетті? Амперметр. Мынаны амперметрге жалғайсың. Значит, полюсіне қарайсыңдар. Мені тыңдап отырыңдар. Мына жерде минус на плюс. Минусқа кетеді. Бұрандар жалғаннан. Қозғалсаңдаршы. Бұрайсыңдар, мынау кремаларымыз. Иә. Биттен шам қайда барды? Шамға барды. Шамға жалған. Кіргізесін бөлінді шамға. Кімде лампочка жанады айтасыңдар. Давай, Анкер, давай. Шамдан шығып қайда барды? Вольт. Жанды ма? Қараңдар. Жазып алыңдар, қанша ампер көрсетіп тұр? Бөлік құнын есептейміз, дұрыс айтасың. 0,3. Осылады, иә? Одан кейін келесін әкел. Қайда кетесің? Шамға? Шамнан шығады да қайда барады? Қай топ болды? Күш шапалар әдісі. Молодцы. Қай топ болды? Сендер күш шапалар. Бізде жұмыстың мақсаты тізбектің бөлігіндегі тоқ күші кернеуді және кедергіні өлшеу болған. Есептеу барысында біз тоқ күші 0,3-ге тең болды, кернеу 4,8-ге және кедергі 16-ға тең болды. Зерттеу жұмысымыз іске асты. Енді қалай таптыңыздар? Біз кернеуді тоқ күшіне бөлдік. Қанша шықты? 16. 16. Сіздерде 16 шықты. Сіздерде қанша шықты кедергі? Жақсы түсінікті ма? Сіздерде 14 шықты. Сіздерде 1,3-тен 15, иә? Жақсы. Вольтметрмен тоқ күшін не істедіңдер? Өлшедің. Вольтметрмен кернеуді не істедіңдер? Өлшедің. Ал ерді не істедіңдер? Есептеп, формулаға оң заңына қойып таптыр. Сонда қарап отырсаңдар, кернеу мен тоқ күшін сендер құрал арқылы өлшедіңдер, ал кедергіні өлшеген жоқпыз біз. Кедергіні формулаға қойып есептедік. Түсінікті, иә? Жақсы, қорытынды жақсы жасалды. Ағарата, суретте 3 түрлі график берілген. Мына жерде де тұр, мен сендердің алдарыңа да берем. Мына есептерді жылдам шығарасыңдар. Барлықтарыңа бірді есеп, тез шығарамыз, тақтада үші алдарында. Шығарыңдар. Иә, 3 минут уақыт беремін. Мұғалім, 3 түрлі ұқтамамыз, Так, назар аударып бер қалыңдаршы балалар. Біріншісін мен өзім тауып берейін. Міне біріншісінде
ой кіргізінде сендер алгебрадан айтасыңдар, яғни ол жерде бізде ток күшінің мәні берілген, ой сөзінде кернеудің мәні беріліп тұр, иә? Енді бірінші ток күшін тауып алайық. Ток күші мысалы 3 болған кезде, бірінші графикте ток күші 0,1 ампер болған кезде кернеу қанша? 15. Кедергі нешеге тең болады? Ертең U бөлу I. Значит, 15-ті 0,1-ге бөлеміз. Қаншаға тең болады? 150-ге тең болады, иә? Дәрежемен жұмыс істегенде мен ылғи айтам сендерге осылай жазуға болады, немесе 150, немене өлшем бірлігі? Осылай табыңдар. Формуласы ертең U бөлу I. Біріншісін көрсетіп бердім. Қалғанын тез орындаймыз. Шақалап. Аласы екі топ болды. Келесі топтар болдыңдар ма? Екі шықты, тез айтайық. Кім сөйлейді? Айтасыз. Сұрамыз орныңызда тұрады. Тыңдаймыз. 0,1 деп айтты, иә? Кернеу неге 15 кетеді? Сенден Ол жерде біз күрделімен ток күшін көбейтуге 18 болды. Дұрыс па? Молодцы, жақсы. Екінші сен айтып қойыңыз. Балалар, функционалдық сауаттылық дегеніміз ол сендердің математикалық және оқу сауаттылығын, иә? Бірінші топқа тапсырма. Бірінші топ болды. Қалған топ. Жауаптарын дайындар. Қалтаға қараймыз. Қалдау аяқтадық. Екінші топтан кім шығады? Бірден шығайықшы тез. Екінші топтан. Тез. Үшінші топтан. Тапсырмалардың алдында тақтаға шығамыз. Көмектесеміз. Көріңіз, назараттанамыз. Функционалдық сауаттылықты білеміз. Найзаға электр тоғы деп тұжырымдауға бола ма? өйткені ең біріншіден найзаға соққанда ол адам денесіне соғады және адамның денесін тоғырады. Ал екіншіден найзаға мынандай телевизор және де осындай электронды заттар алып тұрса, ол заттар найзаға соққанда тез қиралып болады. Сол себепті найзаға электр тоғы деп тұжырымдауға болады. Иә, дұрыс, иә, болады екен. Келесі екінші топ. Аккумулятордың гармоникалық элементтің айырмашылығы неде? Екінші топ. Кім айтады осы сұраққа? Екеуінде топ көрсетіңіз. Бірінде қышқыл газы, бірінде жоқ. Екеуінде де қышқыл газы. Гармоник элементі деген қанша көңіл батарейкалар, Біреу су сияқты, біреу канадай олды. білмейсіңдер ма? Оны мен жауап айтам, естеріне сақтанды. білесіңдер ғой? Екеуінде де ішінде күкірт қышқылы бар, иә? Сол күкірт қышқылынан біз өткенбіз. Мыс және мырыш екі электродты түсіреді. Химиялық реакция болады, яғни тоқтың химиялық реакциясы деп айтқан мен, не әсері деп. Аккумуляторды зарядтауға болады. А гальвани элементі батарейкалар, оны зарядтай алмаймыз ғой, бітіп қалады, лақтырып жібереміз, иә? Значит, айырмашылық еске сақтаңдар, аккумуляторды зарядтауға болады екен. Келесі, үшінші топқа телефонды ток көзімен жалғайтын сымның телефонға қосылғаны үшін дейді. Бірінші ажырату керек па? Әлде сымды резеткадан бірінші ажырату керек па? Міне телефон, күнде осыны пайдаланасыңдар. Осыған сендер зарядканы қосқан кезде мынаны бірінші өшіресіңдер ма, или резетканы бірінші өшіресіңдер ма? Нені ажыратасың? Резетканы телефондан. Дұрыс айтады, иә? Бірінші резетканы алып аламыз, содан кейін барып мына жерінен телефондан ажыратамыз. Дұрыс па? Иә. Келесі төртінші сұрағымыз біздің шамдағы ток күшін өлшеу кезінде оқушы қателесіп амперметрдің орнына вольтметрді қосады. Не болады?
жастары бірдей, сондықтан да олардың кедергісі бірдей болады. Ал жарыстың жануы ол қуатқа байланысты, ал қуат тоқ күшіне сәйкес. жоқ шамыңыз жана ма егер жанбай болады өйткені вольтметрдің кедергісі жоғары екен еске саққандар түсіндіңдер ма вольтметрді және қалай қосуға болмайды вольтметрді біз қалай қостық бағана қалай қостық міне былай параллель қостық дұрыс тізбекте қосуға болмайды жақсы отырыңдар сосын кейін ана жерде космонавтқа сабақ қандай болды керемет болды ма сұрақтар бар ма сұрақтар болса жазып қойыңыз